8:51 таңғы сағат біз құпия локациямызға шығып бара жатырмыз деп қойды. Күзде бірінші рет келіп тұрмын. Мен қазір таңғалып отырмын, мынандай жер бізде бар екенін. Сегіз елу бір таңғы сағат біз құпия локациямызға шығып бара жатырмыз деп. Оңған космосы осы Жанау деп аталады. Қойып аламыз. Біз Сата ауылының кіребесіне келдік. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ваз бар екен. Қайындыға алып барып алып келетін. Бұл ваздардың бағасы туда-обратно 25 000 теңге. Бұл жерде біз қазір екі адамнан жиналып, 6 адам болып, бір вазды жалға алайын деп жатырмыз. Аға алдына отыруға бола ма? Болады. Мен отырам. Yaşamdan Cadrat. Aşağı пожалуйста. Нәні алды бар ғой. Американский горка кенше. Атына бұдысында мен 16 дегеніміз 11,5 ғой, а? Короче, почти 5 000. 5 000 теңге ұрттық. Сондай немен аттракционмен келдік. Енді дальше жаяу шығатын боламыз. Енді ары қарай да таксилер бар. Жат сағат деді ғой. Адам басына 500 теңгеден осындай уайтикпен қайтадан Қайындыға дейін келдік. Енді ары қарай түсіп бара жатырмыз. Жол бойында осындай орындықтар бар екен, демалып аламын десеңіздер. Біздің айтқан жұмбақ жеріміз осы Қайынды. Қайындыға алдын мен көктемде келгем. Күзде бірінші рет келіп тұрмын. Сенше айтат? Енді бір жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба келгем. Ол кезде атқа мініп шыққанбыз. Қазір енді таксилер келіп отыр. Қайындының әсері всегда күшті. Біз былтыр келген кезде өте адам көп болды. Маған ұнамаған етін өте көп болды. Бүгін таң болғаннан кейін адам сәл-сәл аз, бірақ сонда да туристер көп жүр. Біз ар жақтан түсіп, берге таманға келдік. Көлдің түсі білінеді екен.
ар жақта жаңа қапқара кішкене сондай атмосферный болып тұрған. Мына жақта кәдімгі жасылды көл. Сондай шатыр бар екен. Айзат қайда жатырмыз? Біз ағаш қабада жатырмыз. Әлде де таңда болған соң Айзат айтпекші. Ол жерде аздау. Біз Қайыңды көлінің дәл түбіне келдік. Табиғатты тамашалаймыз. Қандас, бүгін әңгімеге жоқсыз. Мен қалай айтады, сөзім жетпей, аузыма шолып, табиғаттың таппады отыр. Сонымен достар, сіздерге ұнап жатыр деген ойдамыз. Ойлана келе, ақыры Саты ауылына келіп тұрғаннан кейін, неге Қайыңданы көріп кетпеске деп шештік. Алдыңғы Көлсайға келген көрсетілімде біз бұл жаққа келген жоқ едік. Сонымыздың орнын толтырайық деп, қалай біз Көлсайды түсірдік те Қайыңдыны түсірмедік деп. Қайыңдыны түсіріп отқан жайымыз бар. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Арнамызға тіркеліп жазылып кетіңіздер. Пікірлеріңізді қалдырып кете кетіңіздер. Енді бір кішігірім несін ғана білеміз ғой, тарихын ғана. Есік көлі секілді, бұл да селдің әсерінен пайда болған көл болып есептеледі. Және де сел болған кезде ортасында осы қайыңдар қалып кеткен болған. Содан кейін Қайыңды көлі деп аталады. Жаңағы келген кісілермен бірге қайтатын болғандықтан 11:30-да сонда болуымыз керек. Қазір шамамен 20 минуттай жүретін шығармыз деп отырмыз. Сондықтан біз қайттық. Рахмет саған, Қайыңды ұнады бізге. Жоспарланбаған сапарлар әрқашан керемет. Пландасақ бұндай болмас еді. Не? Қаншада? 5000? Бір жаққа ма? Ар жақтан төмен, тудай обратно қанша болады? 8 ма? Оған екенбіз ғой деймін. Жаяу келіп, жаяу кетіп. Негізінде қиын емес жаяу жүрген. Қиындығы, ешқандай қиындығы жоқ. Біз бүгін что-то анандай пассив отдыхты таңдадық па? Ойбай. Ана жаққа бүйтсек қойған екен ғой, түсетін жер жоқ. Бағанағы жол. Күшті көп те? Су әлдеқайда жеңіл екен. Әп-әдемі 15 минутқа түстік. Енді қайтадан жаңағы басында Саты ауылынан келген баздарымызбен бірге қайтамыз. 11:30 деп келіскенбіз. Бұда 11-ден 29 кетті. Біз бәріміз тура кеттік. Бұлар енді түс ма? Бәріміз тура кеттік. Түспейм дейді Айзат. Алдынан түспейм дейді деймін. Өзім айдап отырамын тез. Сатыға бірінші кеп барам дейді.
Верный. Рахмет. Ойбай. Рахмет. Жеттік! Қалай екен? Амансың ба? Аман. Почкамыз сол жерде түсіп қала ма деп Мен де ойладым. сөйтіп ойладым, бір жерім түсіп қала ма деп ойладым. Кстати, біз мына жерге машинаны парковкаға қойып кеткенбіз. Бұл жерге де 300 теңге төлеуіміз қажет екен. Біздің бағытымыз жалғасуда. Біз Сата ауылынан бері қарай Қарабұлақ, одан кейін Жалағаш ауылдарынан өтіп, Магазинге тоқтап тамағымызды алып, бағытымыз Бестөбе су қоймасына кетіп бара жатқан жайымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Бестөбе су қоймасына жол Жалағаш ауылына сәл бітпей, оң жақ бойда указатель тұрады, мына табличка Бестөбе су қоймасы деп. Сол арқылы бұрылып, біз кетіп бара жатырмыз. жалғастырамыз. Тоғызбұлақ ауылы. Менің кумирлерім Ернар Алмабек пен Жазира сол кісілердің саяхаттаймын каналы бар. Сол кісілерді өте көп көремін. Инстаграмдарында да қарап отырамын. Сол кісілердің ауылы екен. Қазір қуанып тұрмын, андай бір кумирімнің ауылын көрген сияқты болды. Жүрсем де, ойнасам да, күлсем де. Основной жолмен кетіп бара жатып, адам түсінбейді жандай. Мен өзімді айтып жатырмын, өзімді түсінбеймін. Сол основной жолдан ары қарай не бар екенін түсінбейсің өзің, ойлайсың, осыдан ары қарай ештеңе жоқ шығар деп. Мен уже осымен осы жылға бір 3-ші рет көзім жетіп жатыр. Жолдан ары көп әдемі жерлер бар, біз біле бермейтін. Мынаған мен қазір таң қалып отырмын, мынандай жер бізде бар екеніне, например. Керемет қой.
Біз қайдамыз? Бестөбе су қоймасындамыз. Біз жеттік. Біз осы үшін Алматыдан шыққан болатынбыз. Жаңа жолда көрсеткен таулардың, яғни жоталардың ортасында орналасқандықтан бұл су қоймасы соған сай Бестөбе су қоймасы деп аталады. Бұл Алматы облысындағы ең тыныш және адам сирек баратын су қоймалардың бірі болып саналады. Мұндағы тау жоталары мен көл мына жерге визуалды сұлулықты әдемі жеткізіп тұр. Бұл жаңағы Бестөбе Түркен шатқалдарына жақын. Бұл да жасанды су қоймасы болып табылады. Жалпы егіншілікке ауыл тұрғындарына су жеткізуді қамтамасыз етеді. Мұнда бір кешкі уақыт болады екен, яғни күннің сәулесі батар кезде оның сұлбасы судың бетіне түседі екен да, сол кезде бір алтын сағат уақыты деп атайды екен. Ал енді пока что сұлулықпен тамсанайық. 2 күнде 3 жерге барып тұрық қой. Біріншісі Бартоғай су қоймасы, Қайынды көлі және осы Бестөбе су қоймасы. Үшеуі де көл, үшеуі де өзінше әдемі, керемет жерлер. Өткендегі айтқанымыздай үйде қош жатсаңыздар. Біздің каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Жалғыз столынан алып кетейін ба? Мен біздің Бестөбеге сапарымыз аяқталуға жақын. Қазір біз Бестөбеден шығып бара жатырмыз. Алматы қаласына жақындаған кезде кеткен шығындарды айтатын боламыз. Сонымен достар, біз саяхатымызды аяқтадық, 2 күндік саяхатымызды аяқтадық. Осы саяхаттағы біздің шығындарымызды айтып өтетін болсақ, бензинге бізде 10.000 теңге кетті, барып келгенімізге. Сондай-ақ Сат ауылында түнеген гостиницамызға 2 адамға 16.000 теңге кетті. Гостиница ұнады ма саған? Жақсы. Өте жақсы. Сат ауылынан Қайындыға дейін таксимен бардық. Такси дегенде видеода көргендеріңіздей ваздармен 2 адамға 11.000 теңге кетті. Және біздің барар қайтар жолдағы магазинге құтқан ақшаларымыз 11.000 теңге кетті. Ол енді өздеріңізге байланысты. Аз құтамын десеңіз де, көп құтамын десеңіз де. Сонымен общий кеткен сумманы санайтын болсақ, 2 адамға 2 күнге 55.000 теңге. Ол дегеніміз біз үшін қандай сумма? Күшті сумма. Өйткені 2 күн 3 локация. Осы саяхатымызда 2 бөліп көресіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Сол үшін де бізге жазылып кетіңіздер, бізді қолдаңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз үшін ол өте қымбат. Бар тапқан сөзің сома, айтсайшы бәрін. Күшті. Қолдау күтеміз достар. Бұның бәрі ойын, бірақ сонда да бізге қолдауларыңыз керек. Саламатта болыңыздар. Жоқ. Серуенмен бірге болыңыздар.